Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін ақпаратты ұсыну бөлімінің екінші тақырыбы ақпаратты беру. Бүгінгі үйренетініміз ақпараттың түрлері, ақпараттың қасиеттері, байланыс арналары. Енді ойланайық, ақпараттың қандай түрлері бар? Күнделікті біз қандай ақпараттарды аламыз? Ақпарат көзі өте көп. Қоршаған орта, кітап, интернет, компьютер, газеттер мен журналдар, тағы басқа. Адам ақпаратты сезім мүшелері арқылы қабылдайтыны және қабылдай отырып тарата алатыны туралы бұның алдыңғы сабағында айтып кеттік. Енді бізге ақпарат қалай беріледі? Ақпарат беруші ақпаратты ұсынатын нысан. Ақпарат тасымалдау ақпарат арналары арқылы жүзеге асырылады. Ақпарат арналары биологиялық және техникалық болып бөлінеді. Биологиялық ақпарат арналарына көз, құлақ, мұрын, тіл, тері, яғни адам мүшелері жатады. Ал техникалық ақпарат арналарына телефон, теледидар, компьютер сияқты құралдар жатады. Мысалы, мұғалім сабақ түсіндірсе, біз ол ақпараттарды көзбен көріп, құлақпен естиміз. Ақпарат бізге сурет, жазба және дыбыс арқылы жетеді. Ақпарат арнасы ақпаратты өткізуші, ақпарат тасымалданатын орта. Ал ақпаратты қабылдаушы дегеніміз ақпаратты алушы нысан. Ақпаратты тасымалдауға екі жақ ақпарат беруші және ақпарат қабылдаушы қатысады. Тасымалдау сипатына қарай ақпарат екі жақты және бір жақты болады. Ақпарат бір жақты арна арқылы тек қана ақпарат берушіден ақпарат қабылдаушыға тасымалданады. Екі жақты арна арқылы ақпарат берушіден ақпарат қабылдаушыға және керісінше тасымалданады. Демек, ақпарат тасымалданғанда оған беруші мен қабылдаушы қатысады. Ақпаратты берілу тәсілі бойынша сандық, мәтіндік, графикалық, дыбыстық және бейнелік, яғни видео деп бөлуге болады. Мысалы, сөз, мәтін, әңгіме түрінде берілген ақпаратты мәтіндік ақпарат деп атаймыз. Ал сурет, сызба, кесте түрінде берілген ақпарат графикалық ақпарат деп аталады. Сандар, арнайы өлшеммен жасалынған ақпараттар, есептеулер түрінде берілген ақпараттарды сандық ақпараттар дейміз. Дыбыстар арқылы жететін ақпараттар, мысалы радиодан, теледидардан алынған ақпараттар дыбыстық ақпараттар деп аталады. Ал видео ақпараттарды теледидардан, компьютерден, смартфондардан, планшеттерден көріп жүрміз. Мұндай ақпараттарға фильм, мультфильмдерді жатқызуға болады. Ақпаратты қабылдау тәсілдері әртүрлі болады. Оларға есту, көру, иіс сезу, дәм тату, сипап сезу арқылы қабылдау жатады. Ақпараттың қандай қасиеттері бар? Ақпараттардың қасиеттері қолжетімділік, өзектілік, толықтық, объективтілік, анықтылық, құндылық болып бөлінеді. Бір ғана ақпарат әртүрлі жағдайда өзекті немесе өзекті емес болуы мүмкін. Мысалы, бүгін қызықты қойылымның театрда сағат 14:00-де, яғни 2-де болатынын айтсақ, осы ақпарат бүгінгі күн үшін өзекті болғанымен, ертең өзектілігін жояды. Бұл мысал ақпараттың өзектілік қасиеті болатынын білдіреді. Ал енді ақпаратты біз бүгін қойылым болады деп қана айтсақ, ол толық емес, түсініксіз ақпарат. Өйткені біз оның қайда, сағат нешеде болатынын айтпай тұрмыз. Егер ақпарат жан-жақты толыққанды болса, онда бұл ақпарат толықтылық қасиетке ие. Егер ақпарат қандайда бір мәселелерді шешуге байланысты пайдаланылса, онда ол ақпараттың құндылық қасиетін қанағаттандырады. Егер ақпарат түсінікті тілде жазылса, бұл анықтылық, яғни түсініктілік қасиеті болып есептеледі. Қажетті ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі ақпараттың қолжетімділігі деп аталады. Егер ақпарат ешкімнің пікіріне байланысты болмаса, онда бұл ақпараттар объективтік қасиетке ие болады. Мінекей оқушылар, бүгін ақпаратты беру тақырыбы бойынша сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақтан түсінгендерің бойынша төменде сілтемеде орналасқан тапсырманы орындап көріңіздер.
назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.